Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін укроп қосылған булочки жасаймыз. Ұнымызға дрожжымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Сүтімізді құйып, қамырымызды елеп аламыз. Сұйық майымызды құйып араластырамыз. Укропымызды жуып тазалап, майда бөлшектерге бөліп тураймыз. Қамырға қосып, жақсылап араластырамыз. Укропты жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін көтерілуге жауып қоямыз. Қамырымыз жақсылап әдемелеп көтерілді. Осылай орап формамызға келтіріп, булочкидің формасына бөлеміз. Қамырларымызды бөліп алғаннан кейін қолымызбен осылай жайып, мен қолдың сармайын жақтым. Қолдың сармайы жоқ болса, 82-де 5% маймен жақсаңыздар, булочкаларыңыз жұмсақ, өте дәмді шығады. Майды жаққаннан кейін осылай дөңгелекше формаға келтіріп аламыз. Бетін жауып қоямыз көтерілуге. Қамырларымыз көтерілгеннен кейін қолымызбен осылай жайып, орап шығамыз. Ажырап кетпес үшін осылай қаттырақ жабыстырып біріктіресіздер. Лағман сияқты созып, міндетті түрде орайсыздар. Орап алғаннан кейін басы мен аяғын бір-біріне біріктіріп жабыстырамыз. Ажырап кетпестей етіп жабыстырасыздар. Барлық булочкиді осылай жасап шығамыз. Бетін жауып көтерілуге қоямыз. Булочкаларымыз көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. «180 градуста 20 минут, 25 минут пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің градусына қарай пісіріп аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Қараңыздар, өте жұмсақ, аппетитті болып шықты. Жасалу жолы өте қарапайым. Бір жасағаннан шығады. Ас болсын.